Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар. Мына тұтып жатқан розаларыңыз қабыл болсын, ниеттеріңіз асыл болсын. Осы роза бәйтінде біздің махалламыздың үлкенді кішілі бір істейтін сауап істері, жаңағы мұқтаж жандарға біраз азын-аулақ, әрқайсының өзінің қолынан келгендей жәрдем арқылы біраз азын-аулақ бермекшіміз. Осының бәрін ұйымдастырып жүрген мына бейбіт келінімізге мыңда бір алғыс айтамыз. Роза, осы жерде тұрғанның бәрі, Ирада, Нигара, Айгүл, Шахида, барлығы осы жерде тұрғандардың барлығы беріп жатқан қайырымдылық шарасы. Әйтеуір қолымыздан келгені бірде болса әйтеуір, бірде болмаса бірде өзімізге де әйтеуір пайдасы тиіп, Алла Тағаланың нұры жауып, сауап үшін, барлық нәрсені сауап үшін істейміз. Келмеген махалланың Әрі келмегендері бар, келмеген көршілеріміз де бар. Мынау жастары келіп, осы жерде бәрін жайғастырып жатқан, бұларға да мыңда бір алғыс айтамыз. Көргендері жақсылық болсын, барлықтарыңызға тілектеріміз осы. Ертеңгі 8 март мейрамы құтты болсын, алда келе жатқан наурыз мейрамдарыңыз құтты болсын. Осындай жылдан жылға ойнап күліп аман-есен жетуді бізге Алла Тағала насip етсін. Бары базар дейді. Сәл де болса, осы көмек деген ретінде беріп жатырмыз. Рахмет. Машинде тұрғандардың бәрінің отбасыларына бірінші амандық тілеймін. Дендері сау болсын, тұтқан оразалары қабыл болсын, берген нәрселері қайырлы болсын, алдыларынан сауапты болып шыға берсін. Міне осы жерде осы тұрғандардың атынан осы азгенегені қайырымдылық дейді, соны беріп жатырмыз. Аллам өзі разы болсын барлықтарымызға. Үйлеріңізден құт береке кетпесін, бергеніміз қабыл болсын, мұратымыз асыл болсын, не тілесеңдер тілектеріңді берсін. Ендігі жылы осы күндерге аман есен жетуді Алла. еліміз тыныш болсын, Алла.